неге осындай қарсылықтар туады, неге дегенде маған бір мына жерде көрермендерім жазып жатыр екен. Сізге ауыр шығар, осыншама сөз айтылып жатыр, осыншама талқыланып жатыр, ауыр шығар деп. Мен ашық айтқым келеді, еш ауырлық жоқ. Себебі неге? Адам Астананың 40 градус суығына баратын болса, ол қалың киінеді және қаяққа бара жатқанын біледі. Сондықтан ол Астана суық екен деп тағдырына өкпелейтін жағдай жоқ. Таудың басына шыққан адамда о жерде өкпесі қысылатын, немесе таудың басында жел болатынын біледі. Сол сияқты қазіргі кезде ақпараттық майданның қандай дүние екенін, қазіргі кездегі қоғамдық талқылаулардың қаншалықты өткір екенін сезінген адам бұл жерге кірмей-ақ қою керек. Ал енді ақпарат саласына елге пайда келтірем, руханиятқа пайда келтірем, мен әлеуметтік мәселелерде қызмет етем деген адам болатын болса, ол біреуге өкпелеп, немесе мені осыншама ғайбаттады, немесе жала жапты деп ренжуге еш ақысы жоқ деп ойлаймын. Себебі қораға кірсең қорықпа дейді қазақ. Тау басында жел жүрер дейді. Адам биікке шыққаннан кейін елдің алдына шыққасын, қоғамның талқысына шыққасын, қоғамда пікір айтылады. Қоғамда әртүрлі адамдар бар, миллион адам болса, миллион түрлі пікір бар. Сондықтан жоқ, маған мына жақта біреу қатты айтып қойды, мына жақта біреу жылы айтып қойды деп, ол нәрсеге реагировать ететін болса, адам баласының ісі де сөзі де жүрмейді. Өйткені дәл қазір әлемдегі ең ықпалды құрал ол ақпарат. Ақпарат кімнің қолында, сол адам өзінің сөзінде, өзінің ойының мазмұнында адамдарға жеткізе алады. Ал ақпарат әлемінде жоқ адам, ол қанша тұғырлы тұлға болса да, оның ісі де, кәсібі де, халыққа пайдасы да көрінбейді. Сондықтан кейбір кезде мақтаныш үшін емес, сол бар екеніңді білдіру үшін де әлеуметтік желіде өзінің жақсы істерін жазып жататын азаматтар бар. Сондықтан мына көрерменіміз айтқандай, сізге қиын емес па дегенде, маған ешқандай қиындық жоқ. Неге? Біріншіден, қиын болмайтын себебі қазіргі заңдылықты түсініп отырмыз. Заңдылық сондай, сен президент болсаң да, сен ел басқарсаң да, қарапайым адам болсаң да, әлеуметтік желіге тіркелдің бе, ол жерде сен түсінетін, түсінбейтін, әділ, әділетсіз қарым-қатынастар болады. Ол ақпарат, бүгінгі ақпарат майданының заңдылығы. Соғысқа барған кезде жаурап қалдым, немесе окоптың іші суық екен, немесе көжем суып қалды деп айтамайсың. Сол сияқты ақпараттың майданында жүрген кезде адамда маған біреу қатты комментарий жазып жіберді, жала жапты, ренжіді деп айтуға біріншіден қақысы жоқ деп есептеймін. Екіншіден, жалпы елге пайда келтірем, көптің кейбір рухани ауруын емдеймін, немесе ұлтқа, ұрпаққа пайдалы сөзді айтам деген адамның қашан жолы жеңіл болып еді? Қашан жол жеңіл болып? Ол Бауыржан Момышұлы атамыз бола ма, ол кешегі біздің Мұхтар Әуезов атамыз бола ма, Шәкен Айманов бола ма, оның ар жағындағы Алаштың алыптары бола ма, ешқайсысына елге, ұлтқа пайда келтірем деген адамға оңай болмаған. Алаш арыстар айтқандай, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дегендей, біз елдің игілігі үшін, ұрпақ үшін бір сөз айтам, тәлім тренд айтам, елге бір ой қозғаймын, отбасылық құндылықтарды қозғаймын, ұлттық құндылықтарды қозғаймын деген адам болатын болса, ол жолда ол таяқ жейді. Ол жолда ол әділетсіз де таяқ жеуі мүмкін. Ол жолда сөзге де қалуы мүмкін. Сондықтан кім сөзге ілінбейді, кім өсекке қалмайды, кім ғайбат естімейді, ештеңке естемей көрпесінің астында тығылып жатқан адам ғана сөз естімейді. Ал енді әлгі ақын Сара менен Біржан айтысқан кезде айтады ғой, қыз сөзі батқан сайын жаным кірер деп. Қыз сөзі батқан сайын жаным кірер дегенде, ол қызбен айтысып отыр, менен қыз болғасын оның сөзі өтеді, бірақ қыздың сөзі менің жаныма жағып тұр деп Біржан атамыз айтқандай, жалпы көптің алдына шыққан кезде мен көптен сөз естимін, көптің талқысына түсемін, көп мені сынайды, көптің тарапынан әртүрлі ойда, пікірде, қолдауда, қолпашта айтылады деген адам дайындықпен шыққан кезде, қыз сөзі батқан сайын жаным кірер дегендей, елдің сынағына адам төзу керек, шыдау керек, және одан пайдалу керек. Өйткені ғұлама бабаларымыз айтқандай, өлтірмеген нәрсенің бәрі бізді күшейтеді дейді. Өлтірмеген нәрсенің бәрі күшейтеді. Егер адам сынақты сынақ, көптің алдындағы жауапкершілікті аманат, және ол жолдың бұралаңы көп, ол жолда бетіңді бұтақ жыртуы мүмкін, аяғың тышқанның ініне кіруі мүмкін, күтпеген жерден алдыңнан батпақ шығуы мүмкін дегендей, адам бір сондай табиғи, бұл құбылыс, бұл болу керек дүние деп қабылдайтын болса, онда ешқандай ауыртпашылығы жоқ, сен ісіңді жасайсың, түсінетін адам
адам түсінеді, түсінбейтін аз ғана адам түсінбеген халде қалады. Ол қай заманда да болған. Қай әулиенің, қай дананың, қай пайғамбардың, тіптен қай батырдың жолында да түсінбейтін адамдар түсінбеген халде қалған. Ал енді түсінетін адам қай кезде де түсінетінін жасырмай, тіптен ондаған жылдардан кейін бір-бірін түсініп жатқан адамдар бар. Одан бөлек, үшіншіден елдің алдына шыққан кезде бір мынандай дүние бар, соны да айтып өткіміз келеді. Өзі өмірдің дәмі осы сынақта негізі. Біз соңғы уақытта қоғамдағы адамдар бір теріміз жұқа болып кетті ма, жүйкеміз жұқарып кетті ма, жалпы бір қазыналы қасиеттерімізден алыстап кеттік па, бір сабыр қылу, төзу, шыдау, ақырын күту, еңбек арқылы таяқ жеп жүріп тәжірибе жинау деген нәрселерден ұзап бара жатырмыз. Әсіресе біздің жастарға осы нәрсе керек. Бір-біріне шыдамағандықтан қаншама отбасының шаңырақ ортасына түсіп жатыр, бір-біріне шыдамағандықтан қаншама достың арасы ажырап жатыр, бір-бірінің сөзін көтере алмағандықтан қаншама ағайын туыс бір-бірінің үйіне кірмей жатыр. Сондықтан мен жаңағы үшінші нәрсе сізге ауырма дегенге беріп жатқан жауабым, бұл өмірдің дәмі. Сіздің дастарханыңызда тұрған кейбір тағамға ащы періс, яғни қосылуы мүмкін, немесе тұз қосылуы мүмкін, бірақ оны жекелей жесеңіз өте ашты, бірақ ол сіздің тағамыңызға қосылғанда тамағыңыздың дәмін кіргізеді. Тура сол сияқты өмірдегі ғайбаттар, сізге жасалынған артық сөздер, көре алмастықтар, білместіктер, сізді зерттемей сыртыңыздан айтылған шала ойлар адамды негізі пісіреді, төзімге тәрбиелейді. Осы нәрсені мен сөз арасында айтып өткім келеді. Бұл маған бір ауыр тиіп жатыр, немесе бұл нәрсеге мен қажыдым, шаршадым, Құдай-ай, не болып кетті өмір деген, осы менің көргенімді ешкім көрген жоқ, немесе мен ішпеген у бар ма деп айтатын бір әлемдегі үлкен проблема деп айта алмаймын. Себебі бұл болуға тиіс табиғи құбылыстар. Әлеуметтік желі алысты жақындатқанымен жақыныңыздан алыстатпасын. Ал алыстамау үшін біздің Тәлім Трендті көріңіз. YouTube каналымызға жазылыңыз. Тәлім Трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, Тәлім Тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп аласыздар.